Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осылай көкпияз қосылған қаттама дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға елеуіштен ұнымызды өткізіп, оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және бөлме температурасындағы 1 стакан суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып, суымызды аз-аздан құя отырып, қатлау қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз дәл осылай болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, жаюға ыңғайлы етіп, 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қамырымыздың бір бөлігін ұн себе отырып, жұқалап жайып аламыз оқтаудың көмегіменен. Дайын болған қамырымыздың үстіне алдын ала ертіп алған сары майымызды немесе щедрое лето деген маргаринді ертіп пайдалансаңыздар болады. Міне дәл осылай жағып алдым толықтай барлық жеріне. Енді үстінен алдын ала майдалап турап алған көкпиязымызды барлық жеріне сеуіп шығамыз. Келесі қамырымызды дәл осы қамырымыздың үстінен қойып, бір тегіс етіп барлық жеріне дейін жеткізіп қамырымызды, қалған майымызды осы қамырымыздың үстінен жағып шығатын боламыз. Енді ұзын лента қылып барлығын кесіп шығатын боламыз. Енді ленталарымызды бір-бірден алып, тығыздау етіп орап шығатын боламыз. Мен 2 лентадан қосып орадым. Міне дәл осындай болып шығады. Дәл осы рецептпенен менде 6 қаттама шықты. Қалыңдау етіп, табаларыңызға ыңғайлы етіп орасаңыздар, 4 ғып орасаңыздар болады. Дайын болған қаттамаларымызды 5-10 минут қалдырып, оқтауменен осылай жайып аламыз барлығын. Табамызды отқа қойып, аздап май құйып, бір-бірден қаттамаларымызды салып, орташа отта қызарғанша ұстап, 2 бетін аудара отырып, пісіріп аламыз. Міне бірінші қаттамамыз пісті. Екіншісіне де дәл солай аздап қана май құямыз. Орташа отта 5 минут аралығында ұстаймыз бір бетін. Астын қарап көреміз қызарғанын. Келесі бетін аударамыз. Келесі бетінде дәл солай орташа отта 5 минуттай ұстап пісіріп аламыз. Міне қаттамаларымыз пісіп шықты. Барлығын дәл солай пісіріп аласыздар. Өте дәмді, қышырлақ болып шығады. Арасы деген өте қатпарлы, толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де аз болсын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Каналымда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.